Сәлем, 100-ші мектептің 7-ші сынып оқушылары. Біздің дәуірімізге дейінгі 325 жыл шамасында өмір сүрген грек ғалымы Евклидпін. Негіздер кітаптың 5-ші постулатында параллель түзулер аксиомасының дәлелдеуін келер ұрпаққа аманат етіп қалдырғанмын. Параллель түзулер, олардың белгілері мен қасиеттері туралы қандай тұжырымға келдіңдер? Қайырлы күн, ашық сабаққа қатысып отырған ұстаздар мен оқушылар. 1792-1856 жылдарда өмір сүрген Евклидтік емес геометрияның негізін салушы орыс математигі Николай Иванович Лобачевскиймін. Параллель түзулер, олардың белгілері мен қасиеттері туралы мына параллельдік белгілерін есте сақтаңдар. Түзулер параллельдігінің бірінші белгісі. Егер екі түзу мен қиюшы арасында пайда болған айқыш бұрыштар тең болса, онда түзулер параллель болады. Түзулер параллельдігінің екінші белгісі. Егер екі түзу мен қиюшы арасындағы сәйкес бұрыштар тең болса, онда түзулер параллель болады. Түзулер параллельдігінің үшінші белгісі. Егер екі түзу мен қиюшы арасындағы тұстас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болса, онда түзулер параллель болады.